Өңірімізде алғаш рет қарилар сайысы өткізілді. Сайыс Қари Ғабдулбари Төлегенұлының 100 жылдығына арналып отыр. Қызылжар орталық мешітінің ұйымдастыруымен өткізілген сайысқа еліміздің түпкір-түпкірінен Құранды толықтай жаттаған 33 қари келіп отыр. Сайыс мақсаты облыс тұрғындарын ислам дінінің негізі саналатын ханафиз бағытымен толығырақ таныстыру. Солтүстік өңірде ұйымдастырылып жатқан бұндай үлкен ауқымды шара алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Жалпы бұл республикалық деңгейде де бұндай шаралар өте жиі кездесетін шаралар. Бұл үшінші мәрте болып жатқан шара. Бұл жалпы республикалық деңгейде Құран қарилар жарысы. 600 беттік Құранды толық жаттау, сүрелерді оқығанда жаңылыспау. Қатысушыларға қойылатын басты талаптар осы. Өңіріміздің намысын қорғайтын жалғыз қатысушы Омар Әміршоев өз күшіне сенімді. 15 жасар жеткіншек небәрі 5 жасында Құранды жаттай бастаған. Білімін Медина қаласында алады. Бүгінде жеткіншек қала мектептерінің бірінде оқып жүр. Мен Сауд Арабиясында оқып, кейін осында көшіп келдім. Мектеп бітіргеннен кейін қайта сонда барып оқуға түспекпін. Аударма мамандығын оқуым келеді. Қасиетті Құранның 114 сүресін жатқа айтып сайысам дейтін тағы бір қатысушы Нұрболат Қазбеков. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының тумасы, бүгінде Нұр Мүбәрак университетінің студенті. Құранды 17 жасынан бастап жатқа біледі. Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар мешітінде болып жатқан республикалық Құран жарысына қатысудамыз. Онан алдын талай республикалық жарыс, аймақтық облыстық жарыстар болды. Оған да қатысып жатырмыз. Жалпы бүгін дайындыққа келетін болсақ, енді Құран бұл мұғжиза. Бұл жерде тікелей оқып кету деп айтып қиын. Лаж болса оқуға тырысамыз. Сондықтан да барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Қари Ғабдулбари Төлегенұлының 100 жылдығына арналған сайысқа Сауд Арабия елінен арнайы төреші шақырылыпты. Аталмыш сайыс 2 күнге жалғасады. Қорытынды бойынша сұрлып шыққандар қаржылай сыйлыққа ие болады. Ал бас жүлде 1 миллион теңгені құрап отыр.